Сәлем достар, бүгін менде свидание екі құрбыммен кездесетін боламын. Көрмегелі 5 жылдай болып қалды. Биыл бізде 10 жылдық. Қазір мені күтіп отыр. Мен кештеу бардым, потому что қызымды деген садикке, мектепке сабаққа бардым да. Қазір енді тез барайын деп жатырмын. Мен келді, Айгерім, Дина. Бала шағасымен келген шыбырықты. Өткенде не дедің ғой маған? Бойдақтар ғана орамал тағат дедің ғой? Мен бұрыннан тағатын білесің ғой, орамал тағатын. Өзі бойдақ кезінде орамал таққанда, бойдақтың ғой орамал тақпай қойса дейді маған. Ничего, сен таққанда біз тақпаймыз ғой деймін да? Орамалдағы қызбен бір ауылда, бір көшеде тұрдық. Үйіміздің арасы небәрі 2-3 үй ғана болатын. Нұрабай сыныптан бастап бірге оқыдық, балалық шақты бірге өткіздік. Тоска кофтадағы қыз менімен бірге оқыды. Нұрабай сыныптан бастап бұл келесі көшеде тұратын. Ең қызығы орамалдағы қызбен осы қыздың фамилиясы бір. Жағындай әкелері ағайынды болып шыққан. Біркенде онда бізде 3 фамилия, біз бір сыныпта оқыдық. 3 ағайындының қыздары баласы. Бір бала, 2 қыз. Сонан соң орамалдағы қыз үйіне кеттік. Кішкентай бөпесі бар еді. Қасындағы қыз балаларымен келген, түркіне келген. Мен де балаларымды алып шығып, ол да балалармен бірге саябаққа келдік. Шағын пикник жасап, өзімізбен рахаттанып отырдық. Скорый емес қой, полицияға. Жол ережесін бұзғандарға да. Жолда машинаға қатты айдағандар. Қамалатыр ма? Өткенде машиналарда қатты айдайды ғой? Қажет таласа кеткенде болады ғой? Мынандай не әкеп түпілет. Төсеп бастап жатыр. Енді бастап жатыр. Ма. Ойындар ма, болма? Басыға шапқын киіп алайсыдан. Керек басаң, керек емес па? Не ол? Амын кимеймін. Кешегі ерке қыздар бүгінде әр әулеттің келіні, бірнеше баланың анасы. Біздің мектеп бітіргенімізге 10 жыл болса, ал біз қазір балаларымыз мектеп оқиды. Сәл бірге дейін ойнап алыңдар, сосын үйге қайтамыз. Ата ысып кетеді қазір. Ойнаса енді бар, ойнап келсей.